Сәлем баршаңызға. Бүгін тауық етінен палау жасаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: тауық аяғы, күріш, лазер күріші ұзын болып келеді, соны алғандарыңыз дұрыс. Сәбіз, сарымсақ, пияз. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, кептіріп қойыңыздар. Енді тауығымызды дайындаймыз. Сыртындағы терісін барлығын сыпырып алып тастаңыздар. Бөлшектеп, турап алыңыздар. Ұсақ-ұсақ болсын. Етіңіз ысып тұрған қазанға етімізді салып, жақсылап бір қуырып алыңыздар. Қуырғаннан кейін тұз салып, пияз салыңыздар. Пияз бен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Үстінен сәбіз саламыз. Сәбіздің үстіне ас қасықпен қант және паприка сепсеңіздер болады. Суымыз дайындап, су құямыз. Крышкамен бетін жауып, 20 минутта қайнатып алыңыздар. Үстінен күрішімізді салып, тегістеп алыңыздар. Араластырмаймыз. Судың тартылғанын күтеміз. Су тартылғаннан кейін шетінен ақырындап тауып жинаңыздар. Бұны да араластырмаймыз. Бетінен пакет, целлофан немесе пергамент қағазын қойсаңыз да болады. Крышкасын жақсылап жауып, 20 минутта піседі. Ас болсын сіздерге. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз.